Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 54-ші сабақ. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. 13-ші жаттығу мәтінді тыңда. Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана-Көкшетау тас жолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Мінекей осындай ақан сері туралы және оның тұлпары құлагер жайлы мәтін екен, иә? Мәтіннен өзіңе қандай жаңа ақпарат алдың дейді. Мәтіннен ақан серінің атына салынған ескерткіш қай жерде екенін, аттың аты құлагер екенін білдік, иә? Және ол неден жасалғанын да білдік. Ол ақпараттар саған ұнай ма? Ұнаса неліктен дейді. Иә, бұл ақпараттар бізге ұнайды. Жаңа нәрселерді білу, танысу, қызық қой, иә, балалар. Келесі тапсырма: өз өлкеңде қандай ескерткіштер бар? Менің өлкемде Қабанбай батырға арналған ескерткіш бар. Әр қайсымыз өз өлкемізде қандай ескерткіштер бар? Солар туралы жазсақ болады екен, иә? Енді қарамен жазылған сөйлемдерді талдаймыз. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Не істеген? Құйылған. Бұл бізде баяндауыш, екі сызықпен сызамыз, иә? Несі? Мүсіні. Бұл бастауыш болады. Екінші сөйлем: құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Не? Құлагер. Бастауыш болады. Тұлпары. Несі? Баяндауыш болады. Иә, екеуін осылай талдап көрсетеміз. 14-ші жаттығу: сөйлемдерді оқы. Бірінші бағанда әділет оқушы, Сәуле биші, алма жейміз. Екінші бағанда әділет оқыды, Сәуле биледі, алма пісті. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын тауып, оларға сұрақ қой дейді. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын салыстыр дейді. Енді салыстыратын болсақ, бірінші бағандағы бастауышта, баяндаушта кім деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұр, иә? Ал екінші бағандағы бастауыш зат есім кім деген сұраққа жауап беріп тұр, ал баяндауыш етістік не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Енді осыған қатысты мынадай ереже бар, түсініп есте сақтап алайық. Бастауышта, баяндаушта зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалға, әмір, күйші. Кім? Әмір. Әмір кім? Күйші. Бастауышта, баяндаушта зат есім болып тұр. 15-ші жаттығу: мақалдардың қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Отан қуат, отбасы шуақ. Отан не? Қуат. Не қуат? Отан. Бұл жерде қуат деген баяндауыш болады, отан деген бастауыш болады. Отбасы шуақ. Шуақ деген баяндауыш, отбасы деген бастауыш болады. Бастауышта, баяндаушта зат есім болып тұрғандықтан арасына сызықша қойып, осылай көшіріп жазып аламыз. Келесі 16-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді оқы. Қасқырдың қаруы тісі, есектің қаруы күші, бүркіттің қаруы тырнағы, жыланның қаруы уы дейді. Өлеңдегі сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Сызықшаның қойылу себебі бастауышта, баяндаушта зат есім болып тұр, иә? Сол себепті бастауыштан соң сызықша қойылады. Мінекей, қасқырдың қаруы. Несі? Қаруы. Қаруы не? Тісі, иә? Мінекей, осылай бастауышта, баяндаушта зат есім болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады екен. Сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.